Өтіріктің залалы. Ыбырай Алтынсарин. Үш кісі жаланға шығын, күн бойы құс аулап, жалғыз-ақ шіреге үйрек атып алыпты. Кешке бір жерге келіп отырып сөйлеседі. Бұл үйректі үшеуміз жеп тоймаймыз, біреуімізге жөні болмайды деп. Ішінде біреуі қу жігіт екен, бұл айтты. Оған ақыл табылады. Үйректі пісіріп жауып қоялық та, үшеуміз де жатып ұйықталық. Қайсымыз жақсырақ түс көрсек, үйректі сол жесін дейді. Осыған сөз қойысып, үйректі пісіріп жауып, өздері жатып ұйықтағанда, манағы қу тұрды да үйректі жеп алып, табағының үстін әуелгіше жауып қойды. Ертең жолдастармен бірде тұрып қу сұрады. Не түс көрдіңіздер деп. Біреу айтты. Мен ақ боз атқа мініп, алтын тәж киіп, көкке ұшып жүр екенмін. Екіншісі айтты. Мен ұшпаққа кіріп, хор қыздары маған қызмет етіп жүр екен. Сонда қу айтты. Екеуіңдікі де рас. Мен түсімде сендерге қарап тұрып едім, бірің патша болып көкке ұшып кеткен соң, енді бірің ұшпаққа кіріп кеткен соң, бір шіреге үйрекке бола қайтып келіп жатар деймісің деп, үйректі мен жеп қойдым, дейді.